Записи красной. Так, bir adam kurу керек. Қайырлы күн, әріптестер. Мен жиналысымызды бастайын. Бүгінгі менің даусым естіліп тұр ма? Мен жазып жіберейінші. Маған Естіліп тұр, естіліп тұр. естіп тұрғаннан кейін ештеңе естімейді, ешқандай кері байланыс естімей жатырмын. Мен Акелиус бойынша сіздерге ментор боламын. Айына кем дегенде 1-2 рет осындай зуммен сессия өткізіп тұруымыз қажет. Жалпы осы Акелиусты сіздерге келіп таныстырды ма? Иә, таныстырды бізге келіп, мектептерді жинап. Жоқ, оларда қосып тұр ғой. Қосып тұр ғой, бұл кісінің несі, микрофоны қосып тұр. Екеуі дауыстары өшіп тұр ғой. Енді өшті. Енді қосты. Мына қосылды. Не, естіліпсіз ба? Естіліп тұрған жоқ па сізге? Шешімін сөйлеп жатыр ғой. Осы шықпай жатыр. Чатқа жазасыздар ма? Чатқа. Неге онда шықпай жатыр? Мен естіп тұр олар. Мен естімей жатырмын. Мен естімей жатырмын. Қалай естимін? Микрофон қосулы. Видео қосулы. Мына жерде не емес па? Колонка ұстап тұрсыз ғой. Шықты, сообщение келген. Düşüp gittik. Çıkıp gitmem. Son istediğim şey oldu. Onun için bir şey sanırım. Sen kısa keçtir.
Әріптестер, кешірім өтінемін, бізде техникалық не болып жатыр. Мұнда менде вообще сіздердің дауыстарыңыз естілмей тұр. Неден болып отқанын таба алмай жатырмын. Кері байланысты чатпен бере бересіздер ме? Өтініш сіздерден. Жарай ма? Олай болса, мына Акелиусты мен негізі сұрақтарым бар еді да. Сіздерге келіп таныстырды ма, IT маманы келді ма, планшеттер келді ма, сол туралы жазып кетсеңіздер. Жалпы негізі планшетсізде Акелиус платформасын қолдануға болады. Бізге бұл платформада Акелиус приложениесін кәдімгідей кез келген құрылғыға, компьютер немесе электрондық тақта болсын, ноутбуктарға, кәдімгі ұялы телефондарға жүктеп біз қолдануымызға болады. Енді осы біздің жаңағы Акелиустың қандай бізге артықшылықтары бар, не үшін біз оны қолданамыз, сол туралы айтып өтсем. Негізі бізде жаңағы Акелиус бағдарламасы бізге негізі сабақ барысында тіл үйренуге көп көмегін тигізеді. Осы көрініп тұр ма екен, ма? Сұрақ қойсам. Слайд көрініп тұр ма? Семинар өткізуге қатыстық дейді. Планшеттер келмеді әлі, сонда сіздерге. Планшет келмеді, бағдарламаны жүктегеніміз телефонға керемет. Семинар өткізуге қатыстық. Олай болса, жалпы қандай бізге бұл Акелиус бағдарламасының платформасының қандай бізге артықшылықтары бар, сол туралы айтып кетсем. Жалпы негізі бүгінгі біздің сессияның тақырыбы Акелиус платформасын мектепте ағылшын, орыс тілі сабағында тиімді қолдану. Бұл жерде Акелиус бізге не береді? Акелиус ағылшын тілін, сондай-ақ басқа тілді үйренуге арналған заманауи цифрлық платформа. Оны мектеп жағдайында қолдану оқушының тыңдау, оқу және жазу, сөйлеу дағдыларын дамытады. Және біз Акелиус платформасының бізге беретін мүмкіншіліктерін айтып кететін болсам, онда біз егерде сіздер қолданып көрген болсаңыздар, кірген кезде жаңағы өсі деңгейлерге бөліп қойған тапсырмаларын. Деңгеймен берген, әр деңгейдің ішінде тақырыптар мен тапсырмалары бар. Әр тақырыптың өзінің жаңағы жаңа сөздері, сол тақырыпқа байланысты ішінде ойындар, қолданып көрген болсаңыздар, балаға негізі өте қатты ұнайды. Әсіресе 5-ші сыныптың оқушылары бізде қуана-қуана қолданып жатыр. Келесі жаңағы қалай қолдану керек екеніне тоқталып кететін болсам, сол сабақ барысында сабақ 45 минут болатын болса, соның бір 10-15 минутына қолдансаңыздар болады. Балаға әрі жаңағы сабақта жалығып кетпеуге, әрі қызық тіл үйренуге қызығушылықпен қарауына көмек береді Акелиус платформасы. Және де тағы бір айтып кететінім, үй тапсырмасы ретінде оқушыға осы платформадан тапсырма беріп жүрсеңіздер болады.
үйде қазір барлық балада телефон бар, телефон арқылы да кіріп, өздері жаңағы логин пароль ашса да, жаңағыдай ішіндегі тапсырмаларын орындатуға болады. Енді біз үшін қандай артықшылықтар бар? Оқушының процесін, прогрессін бақылау, яғни жаңағы платформаны қолдану барысында біз жаңағы баланың қанша балл жинағанын, қанша прогресс бар екенін бақылауымызға болады. Және де уақытты үнемдеу, және де дайын сапалы материалдарды, ішінде дайын сабақтары, ойындары, сергіту бар, музыкасы бар, және де қалыптастырушы бағалауға тиімді дейді. Қалыптастырушы бағалауға тиімді. Бұл жерде әр баланың қанша балл жинап, қаншалықты сұраққа жауап бергенін бақылап қарап отыруымызға болады. Жалпы сабақ барысында қолданғандарыңыз бар ма? Тақтадан немесе телефонмен балаға беріп көргендеріңіз бар ма іштеріңізде? Жазып жібересіздер ме? Сіздерде жаңағы планшеттер келген кезде жаңағы роутермен бірге келеді. Бұл планшеттерде негізі жаңағы бір роутермен кіру керек. Негізі бір роутерден балалар бір сыныпта класс создавать етеді. Класс создавать еткен кезде тек қана осындай бір планшетке ғана, осындай бір жаңағы нені, барлық бағдарламалар, барлық тақырыпты алдын ала егер сіз тақырыптарын жүктеп қоятын болсаңыз, сабақ үстінде бала өзі жаңағы QR-мен кіріп, сіз алдын ала сабақты ұйымдастырасыз, QR-ды ашып, әр баланы QR-мен кіргізсеңіз болады. QR-мен кірген кезде бала тура өзінің бүгінгі өтетін тақырыпқа кіреді. Дайын тақырып оларда ашылып тұрады. Осындай деңгейін айтып, деңгейменен осындай ішіне кіріп, тапсырмаларын орындата беруге болады. Жалпы бірінші регистрация жасау керек. IT маманы келіп сіздерге бәрін ұйымдастырып береді деп ойлаймын. Жалпы негізі регистрация жасалып, бұл бір мұғалімге бір планшет жаңағыдай бәрін регистрациясымен жасап қойсаңыздар, қалған балалар сабаққа QR-мен кіруіне болады. Және де бұл жерде регистрация осылай QR-мен олар арғарап кіріп тілді таңдайды. Тілді таңдағаннан кейін орыс тілі болсын, ағылшын тілі болсын, ішінен бүгінгі сабағыңызға сай келетін тақырыпты таңдап, солай қолдана берсеңіздер болады. Жалпы мына жерде мен айтайын дегенім, сіздерге жалпы бір точка болу керек та, бір роутер болса, сервер арқылы бірнеше бала осы неге жаңағы сол сабаққа кірсе, бір точкадан кірсе, сізде баланың сол күнгі сол сабақта көрсеткен нәтижесі көрініп тұрады. Яғни сіз оның қанша балл жинап, қанша сұраққа жауап беріп, қандай продвижение бар екенін
көре аласыз. Жалпы интернетсіз де қолдана беруімізге болады. Егер де біз жаңағы барлық тапсырмаларын жүктеп, бірінші обновить етіп, барлық тапсырмаларды планшетке жүктеп қоятын болсақ, мінекей бізде баланың осылай жаңағы несі көрініп тұрады, нәтижелері, жұмыстарының нәтижесі көрініп тұрады. Маған сұрақтарыңыз болса, чатқа жазасыздар ма? Сұрақтарыңыз болса, чатқа жазасыздар ма? Өкінішке орай менде дауысы шықпады. Компьютерден болды ма? Жалпы сіздерден өтініп сұрайтыным, осы жаңағы Zoom-ға кіріңіздер деген кезде өтініш, уақыт тауып, білеміз, бәрімізде де уақыт тапшы, осылай Zoom-ға кіріп отырсаңыздар, бізден де отчет сұрап жатыр, осының біз записін өткізетін боламыз. Жалпы егер де жаңағыдайда Zoom-ға кірмей жатқан мұғалімдерді бізге беріңіздер деп жатыр, ол бергеннен кейін міндетті түрде ол басшылыққа шығады деген сөз ғой. Алдағы уақытта сіздермен бірлесіп, осы Акелюс бағдарламасымен, платформасымен жұмыс жасаймыз деп сенемін. Барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Онға қатысқандарыңызға рахмет.